Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар, көрермендер. Қаракерей Қабанбай Қожағұлұлының туғанына 330 жыл толуына орай ауылдық кітапхана мен мәдениет қызметкерлерінің ұйымдастыруымен Қан батыры Қабанбай тақырыбындағы танымдық сағатты назарларыңызға ұсынамыз. Қабанбай дарабоз батыр, талантты қолбасшы, азан шақырып қойған есімі Ерасыл. Ол 1692 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Ужар ауданындағы Барлық тауында өмірге келген. 1770 жылы сол жерде дүние салған. Қабанбай Найман ішіндегі Қаракерей руының бай жігіт атасынан тарайды. 7 жасында әкесі Қожағұл, 16 жасында ағасы Есенбай жоңғарлар қолынан қаза табады. 16 жасар бала жау арасынан жасырынып барып, ағасын өлтірген жоңғар батырын өлтіріп кегін алған. Осыдан кейін Зайсандағы Керей ішіне кетіп, жездесі Берділеттің қолында болды. Осында жүріп жылқыға шапқан жабайы қабандарды жайратып, Қабан батыр атанды. Ол өзінің қайраттылығымен ғана басқа балалардан өзгеше болған жоқ. Сонымен қатар оны арқасындағы қалың қылдай түктері ерекшелендірді. Абылай хан Ақбоз атқа мініп дара шауып, қол бастаған батырдың Қабанбай екенін біліп, қатты разы болған екен. Қайраусыз өтер қара қылышым-ай, даңққа жеткізген дарабозым сен екенсің ғой. Бүгіннен бастап Қабанбай атың хан ұранына айналып, жорықтағы есімің дарабоз болсын деп құшағына алып, үстіне алтын зерлі шапан тонын жапқан екен. Ту көтеріп, ел қорғаған сүйікті батырына қалқы Ерасыл, Нарбала, Ізбасар, Қабанбай, Қан батыр, дарабоз деген, көкірек әулие деген атақ есімдер берген екен, дейді тарихшыларымыз. Осымен әдеби танымдық сағатымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.